Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып математика пәні 83-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Бірінші тапсырма. Есепті шығарыңдар. А есебі. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды? Ол үшін 18-ді 6-ға бөлеміз. Сонда 3 қорап. Жауабы 3 қорап қажет болды. А есебі. Шебер 18 моншақты әр қорапқа 4-тен салды. Қанша қорап қажет болды және қанша моншақ қалды? Ол үшін 18-ді 4-ке бөлеміз. Сонда 4 қорап 2 қалдық моншақ қалады. Жауабы 4 қорап қажет болды, 2 моншақ артық қалды. Шешуін тексерейік. Ол үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтіп, қалдықты қосу керек. 4-ке 4-ті көбейтеміз 16, оған 2-ні қосамыз 18 моншақ. Есіңде болсын, қалдық қашанда бөлгіштен кіші болуы тиіс. Мұндағы бөлгіш бізде 4, ал қалдық 2 4-тен кіші. Екінші тапсырма, суретін салып, есептерді шығар. А тапсырмасы. Ағайынды 2 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Есептің қысқаша берілгенін жазып алдық. Жаңғақ 10, бала саны 2. Әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Шешуі, ол үшін 10 жаңғақты 2 балаға бөлеміз. Сонда 5 болады. Жауабы әрқайсысына 5 жаңғақтан тиеді. Ә тапсырмасы. Ағайынды 3 балаға 10 жаңғақты теңдей бөліп беру керек. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Есептің қысқаша берілгенін жазып алдық. Бала саны 3, жаңғақ 10, әрқайсысына қанша жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Оны табу үшін 10 жаңғақты бөлеміз 3 балаға. Сонда 3-тен тиеді, 1 қалдық қалады. Енді көбейтумен тексереміз. Ол үшін 3-ті көбейтеміз 3-ке, қосамыз 1-ді. 3-ке 3-ті көбейткенде 9, оған 1-ді қосқанда 10 болады. Сонда жауабы әрқайсысына 10 жаңғақтан тиеді, 1 жаңғақ артық қалады. Мұнда суретін сызып қойдық. Әр балаға 3 жаңғақтан және 1 қалдық қалады. Б есебі. Ағайынды 4 балаға жаңғақты теңдей бөліп беру қажет. Олардың әрқайсысына неше жаңғақтан тиеді? Қанша жаңғақ қалады? Берілгені бала саны 4, жаңғақ 10. Әр балаға неше жаңғақтан тиеді? Неше жаңғақ қалады? Оны табу үшін 10 жаңғақты 4 балаға бөлеміз. Сонда 2-ден тиеді, 2 қалдық қалады. Оны көбейтумен тексереміз. Ол үшін 2-ні 4-ке көбейтеміз 8, 8-ге 2-ні қосқанда 10 болады. Жауабы әрқайсысы 2 жаңғақтан алады, 2 жаңғақ артық қалады. Суретін сызып көрсеттік. Әр балаға 2 жаңғақтан тиеді, 2 жаңғақ
қалады. Үшінші тапсырма: кестені дәптеріңе сызып, оны толтыр. Шырша ойыншықтары әр қорапқа 6-дан салынды. Қанша қорап қажет болатынын және қанша ойыншық қалатынын анықта. Бізге кесте берілген ойыншықтың саны, қораптың саны және қалдық. Бірінші ойыншықтың саны 13, оны 6-ға бөлгенде 2-ден 2 қорапқа сияды және 1 қалдық қалады. Осылай барлығын жалғастырамыз. Міне 13-ті 6-ға бөлдік, 2-ден тиді, 1 қалдық қалды. Оны көбейтумен тексереміз, ол үшін 2-ге 6-ны көбейтеміз, оған 1-ді қосқанда 13 болады. Келесі 15-ті 6-ға бөлеміз, 2, 3 қалдық қалады. Көбейтумен тексереміз, ол үшін 2-ні 6-ға көбейтеміз, 12, 12-ге 3-ті қосқанда 15 болады. 19-ді 6-ға бөлеміз, 3, 1 қалдық қалады. Көбейтумен тексереміз, 3 көбейту 6, 18, оған 1-ді қосқанда 19 болады. 22 бөлу 6, 3 болады, 4 қалдық қалады. 3-ке 6-ны көбейтеміз, 18, оған 4-ті қосқанда 22. Келесі 23-ті 6-ға бөлеміз, 3, 5 қалдық қалады. Көбейтумен тексереміз, 3-ті 6-ға көбейткенде 18, 18-ге 5-ті қосқанда 23 болады. Енді кестеге жазып шықсақ болады. 15-ті 6-ға бөлгенде 2, 3 қалдық қалады. 19-ды 6-ға бөлгенде 3, 1 қалдық. 22-ні 6-ға бөлгенде 3, 4 қалдық. 23-ті 6-ға бөлгенде 3, 5 қалдық қалады. Төртінші тапсырма: А есебі. Есепті әртүрлі тәсілмен шығар. Сен өзіңді кәдесыйлар дүкенінің сатушысымын деп есепте. Әр саяхатшы сенен 4 түйеден және 5 киіз үйден сатып алды. Егер кәдесыйлар дүкеніне 30 саяхатшы келген болса, сен қанша кәдесый саттың? Есептің берілгенін жазып аламыз. Түйе 4, кәдесый 5. Әр саяхатшы сатып алды, жалпы 9 кәдесый әр саяхатшы сатып алды. Саяхатшылардың саны 30, қанша кәдесый сатылды, соны табу керек. Ол үшін бірінші тәсіл: 4 түйе мен 5 киіз үйді қосып, оны 30-ға көбейтеміз. Бірінші 4-ке 5-ті қосамыз, 9, оны 30-ға көбейтеміз, 270 болады. Екінші тәсіл: 4 жақшаның ішіндегі сандарды жеке-жеке 30-ға көбейтіп шығамыз. 4 көбейту 30, қосу 5 көбейту 30. 4-ті 30-ға көбейткенде 120 болады. Қосу 5-ті 30-ға көбейткенде 150 болады. Екеуін қосқанда 270. Екі тәсілде де жауаптары бірдей. Жауабы 270 кәдесый сатылды. А есебінде есептің сандық деректерін өзгертіп қайтадан шығар. Сандарын өзгертеміз, мысалы өшіреміз. 5-ті өшірейік, 30-ты өшірейік. Енді түйенің санын 3 деп алсақ болады. Киіз үйдің санын
4 деп алайық. Саяхатшылардың санын 20 деп алайық. Енді шығарамыз. Бірінші тәсіл 3-ке қосамыз 4-ті, көбейтеміз 20-ға. 3-ке 4-ті қосқанда 7 болады. Көбейтеміз 20-ға. 140 болады. Екінші тәсіл 3-ті көбейтеміз 20-ға, қосамыз 4-ті көбейтеміз 20-ға. Бірінші 3-ті 20-ға көбейтсек 60 болады. Қосамыз 4-ті 20-ға көбейткенде 80 болады. 60-ға 80-ді қосқанда 140. Екеуінде де жауаптары бірдей. Сонда жауабы 140 кәдесый сатылды. 5-ші тапсырма қалдықпен бөлуді орында және оны тексер. 30 бөлу 4, 7,2 қалдық. Көбейтумен тексереміз. 7-ні 4-ке көбейткенде 28, оған 2-ні қосқанда 30 болады. 10 бөлу 3 тең 3,1 қалдық. Тексереміз. 3 көбейту 3, 9, оған 1-ді қосамыз, 10 болады. 35 бөлу 6 тең 5,5 қалдық. Тексереміз. 5-ке 6-ны көбейткенде 30, оған 5-ді қосамыз, 35 болады. 20 бөлу 7, 2,6 қалдық. Тексереміз. 2 көбейту 7, 14, оған 6-ны қосқанда 20 болады. 60-ты 9-ға бөлеміз. Тең 6,6 қалдық. Тексереміз. 6 көбейту 9, 54, оған 6-ны қосқанда 60 болады. 69 бөлу 8, тең 8,5 қалдық. Тексереміз. 8-ді 8-ге көбейткенде 64, оған 5-ті қосқанда 69 болады. 50 бөлу 8, тең 6,2 қалдық. Тексереміз. 6-ны 8-ге көбейткенде 48, оған 2-ні қосамыз, 50 болады. 17 бөлу 3, тең 5,2 қалдық. Тексереміз. 5 көбейту 3, 15, оған 2-ні қосқанда 17 болады. 6-шы тапсырма амалдардың орындалу ретін анықта. Өрнектерді баған түрінде жазып, оларды есепте. Бірінші есепте бірінші амал жақшаның іші орындалады. Екінші қосу амалы орындалады. Сонда 219-дан 51-ді азайтқанда 168, 124-ке 168-ді қосқанда 292 болады. Екінші есепте бірінші жақшаның ішіндегі қосу амалын орындаймыз. Одан кейін азайту амалын орындаймыз. Үшінші азайту амалы орындалады. Сонда жауабы 660-ға тең. Төртінші есепте бірінші жақшаның іші орындалады. Екінші амал азайту амалы орындалады. Сонда жауабы 674-ке тең. Келесі есепте бірінші жақшаның іші орындалады. Екінші бөлу амалы орындалады. Үшінші азайту амалы орындалады. Келесі есепте бірінші көбейту амалы орындалады. 9-ға 4-ті көбейткенде 36, одан кейін бөлу амалы орындалады. Одан кейін қосу амалы орындалады. Сонда жауабы 79 болады. Келесі есепте бірінші көбейту амалы, екінші бөлу амалы орындалады. Үшінші азайту амалы орындалады. Сонда жауабы 562-ге тең. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақтарды көру үшін міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше.